Саламатсыңдар ма, құрметті бірінші сынып оқушылары? Сабағымыздың тақырыбы әрдайым көмектес, ешқашан зиян келтірме. Сабағымыздың құндылығы қиянат жасамау. Қасиеттері әрқашан көмектесу, ешқашан зиян келтірмеу, бірлікте болу. Мақсатымыз оқушыларға әрдайым көмектесіп, ешқашан зиян келтірмеудің маңыздылығын түсіндіре отырып, қиянат жасамау құндылығының мәнін ашу. Яғни бір-бірімізге қиянат жасамау, табиғатқа қиянат жасамау, жан-жануарларға қиянат жасамау керек. Сабағымыздың 5 талап ережесі. Балалар, бірге қайталайық. Естерімізге түсірейік. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Үйге аңызды оқып келуге берілген болатын. Яғни аңыз әңгімені үлкендердің көмегімен оқыдық. Енді балалар, жолаушы түйе мінген адамның жақсылығын неге түсінбеді? Түйе мінген адамның өзгелерді көп ойлауының себебі неде? Неге ол жолаушыларға ренжімей, тек жай ғана өтініш айтты? Қалай ойлайсыңдар балалар? Егер оқыған болса, мұқият WhatsApp желісі арқылы жауап береміз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі. Ешкімге де, еш нәрсеге де қылдай қиянат жасама. Бауыржан Момышұлы. Біздің ұлы Бауыржан Момышұлы ағамыз 24 желтоқсанда 1910 жылы 10 маусымда 1910 маусымда дүниеге келген. Кеңес одағының батыры, жазушы, Екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, яғни әскери қолбасшы. Балалар, бүгінгі дәйек сөзімізді пысықтау үшін сұрақтар берілген. Қиянат жасамау дегенді қалай түсінесіңдер? Дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Мұғалім сыйы, жалқаулық пен қиыншылық. Балалар, оқулықта берілген суреттерге назар салайық. Бізде бірнеше суреттер берілген. Мәселен, екінші тапсырмада суретте қайсысына қандай көмек қажет деп ойлайсыңдар? Әңгімелеп беріңдер. Яғни оқушы неден қиналды? Бағдат шаһарынан Мәдинаға оқу іздеп шыққан 8 жасар ұлына анасы: қандай қиын жағдай болса да, ешкімге қиянат жасама, шындықты айтып жүр, деп ақыл береді. Содан соң 40 дирхам күміс ақшаны шапанының өңірінен төгіп алып бере бастайды. Жолда бала ерген керуенді қарақшылар түгел тонап алады. Адамдарды тінтіп, қалталарындағы барын да сыпырып алады. Баладан ештеңе де таппайды. Сенде ештеңе жоқ па? Деп сұрайды. Ол шапанының өңірінде 40 дирхам ақша барын айтады. Расында шапанның өңірін сөккенде сонша ақша жерге төгіледі. Мұны көрген қарақшылар: ақымақ бала, айтпасаң таппайтын едік қой, деп қарқылдап күле бастайды. Бірақ қарақшылардың басшысы: бұл ақымақ емес, біз ақымақпыз, деп бүкіл тонаған дүниелерін керуеншілерге қайтарады. Осыдан кейін олар қиянат жасауларын доғарып, қарақшылықты да тастап кетеді. Адал еңбекпен күн көретін болады.
яғни баланың әрекеті дұрыс болды ма балалар? Жарайсыңдар, өте дұрыс. Ол бала қиянат жасамау керектігін түсіндірді. Мәтін сендерге ұнады ма балалар? Мәтіннен қандай ой түйдіңдер? Біздің бүгінгі шығармашылық тапсырмамыз: оқулықта берілген суреттерге мұқият қараңдар. Суретте көрсетілген жағдайларды қалай жақсартуға болатынын әңгімелеп беріңдер. Бір әлемнің баласы атты өлеңді мұқият ата-анамыздың көмегімен бірге шырқайық. Балалар, келесі кезекті үйге тапсырма. Номер 30 сабақтан адалдық жолы мәтінін үлкендердің көмегімен оқып келу. Сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Сау саламатта болыңдар.